Ал құрметті көрермен, біз қазір міне мыңнан бір жүйрік дала сынағының жаңа ғана төрешілер алқасы, сонымен қатар ұйымдастыру комитетінің арнайы мандаттық комиссияның отырысына қатысып шыққан едік. Дәл осы жерде, дәл осы локацияда біз ертеңгі жарыс жолына шығатын тазылардың иелерімен, аңшылармен, саятшылармен әңгіме дүкен құрғымыз келіп отыр. Формат еркін, жалпы саяткерлік жолында, аңшылық жолында қандай қызықтар болды, таза сұрауда күнделікті өмірде не кездеседі, соны бүгінгі шығарылымда талқыламыз келеді. Бүгін енді біздің осы көшпелі студиямызға келген меймандарымызбен таныс болыңыздар. Менің оң жағымда Дархан Хантөре, Ақтөбе облысы Темір ауданынан келіп отыр. Қош келдіңіз. Одан кейін Қарағанды облысынан келіп отырған Ерлан Шыныбеков менің оң жағымда. Сол жағымдағы меймандармен таныстырып өтсем, Нұржан Ғұмаров, Батыс Қазақстан облысының өкілі. Сонымен қатар биылғы жарысты өздеріңіз білесіздер, халықаралық деңгейде ұйымдастырылып жатыр. Сол халықаралық деңгейдегі Қырғызстанның намысын қорғап келген саятшы Нұрбек Жолдасбек. Қош келдіңіз, Нұрбек мырза. Одан кейін менің міне сол жағымда отырған Ғабит Сейітжанов, Ақтөбе облысы Шалқар ауданының саятшысы. Ал жігіттер, қош келдіңіздер. Мынау енді ертең бұйырса бірінші халықаралық деңгейдегі ірі жарысымыз болады. Жалпы жарыстың алдында бәрінде толқыныс болады ғой. Енді сол жарыс алдындағы эмоцияларыңызды білгіміз келеді. Алдымен сөз кезегін Ерлан мырза, өзіңізге ұсынғым келіп отыр. Бүгінгі дайындық барысы қалай болды және ертеңгі жарысқа дайынсыз ба? Жалпы өзіңіз ең үздік деген тазыңызды әкелдіңіз ба? Жарыста жүлделі орынға деген дәмеңіз қандай? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мынау азаматтардың бір керемет үлкен шара ұйымдастырып жатсыздар. Осындай азаматтарға рахмет. Алла істеріне береке берсін дейміз. Өте жақсы жарыс. Енді бұл жерге ешкім ұтыламыз деп келмейді. Бәріміз де ұтамыз деп келіп отырмыз. Қарағанды облысының намысын қорғайық деп келіп отырмыз. Жалпы өзім Ұлытау облысы Жанарханның тумасымын. Есімім Шыныбеков Ерлан болады. Сол енді Балқаш қаласында тұрамыз. Сол Қарағанды намысын қорғаймыз деп келіп тұрмыз. Құдай қаласа ұтамыз ба деп келіп отырмыз. Енді өзімнің тазыларым ішінде жүйрік тазым бар еді, Көкдауыл деген. Сол тазым кішкене сырқаттанып, ол тазымен келе алмадым. Жарысқа енді соның баласы бар, бел баласы бар. Дауыл көк деген тазым бар. 1 жастан 2 ай асты. Алла қаласа ертең жас болса да соны додаға саламыз деп, Құдай қаласа отамыз деген мақсатпен, оймен келген жайымыз бар. Енді барша жігіттер ешқайсы ұтыламыз деп келмейді. Баршасына сәттілік тілейміз. Алла қаласа табиғи жарыста шын жүйрік анықталсын, шын жүйрік оссын. Кімнің тазысы осса да, ол да өзіміздің қазақымыздың тазысы, сырттан келіп жатқан тазы жоқ. Мына жерде Нұрбек бауырымыз келіп жатыр, жаңағы Ресейден келіп жатыр. Қырғыз бауырымыз міне Нұрбекке де сәттілік тілейміз. Бұл деген бір өте жақсы жарыс, жақсы шара. Шама келсе осындай азаматтар осындай жарыстарды жиі жасаса, нұр үстіне нұр болар еді. Енді жаңа Көкдауыл деп қалдыңыз ғой, жарақатына байланысты келе алмай қалған, Жалпы ол қашан белгілі болды келе алмайтыны? Қаншалықты көңіл күйіңіз түсті осы жағдайға байланысты? Енді бәлкім Көкдауылыңыз келмейтін болғаннан кейін мүлдем келмей қою керек пе еді? Қорқыныш жоқ па деген ғой енді? Қорқыныш жоқ енді, Аллаға шүкір, бәрі де соның қаны. Енді Көкдауылымыз осыдан 1 ай бұрын ауырған-тын. Бауырына зақым келіп, сосын бір жарты айда емдеп додаға салып көрдік. Осы жол жүгірттік. Өзі несін көрсетті, дайын еместігін көрсетті. Ана жаңа бауыры ауырды деген нәрсені кәдімгідей өзін апарып, ветеринарный неге апарып, қанын тапсырып, сондай ауруға ұшырағанын еттік. Білдік содан. Содан кейін мені уже бұрынғыдағындай жүгірісі жоқ, несі жоқ. Сосын енді баласын алып келіп, жарысқа қатысып отырмыз енді. Жақсы сәттілік тілейміз ертеңгі жарыста. Енді жігіттер, басқаларыңызда иттеріңіз түгел ғой, ешқандай мәселе жоқ. Ең жүйрік деген, ең үздік иттеріңізді әкеліп отырсыздар ғой. Тамаша. Жақсы. Енді мынау саятшылық дәстүр ол қашанда тәуекелге толы, жүрген жерінде қауіппен қатар, жеңіспен жеңіліс қатар жүретін жол ғой. Сондықтан мынау аңшылық дәстүрде, аңға шыққан кезде, саятшылық кезінде болған қызық оқиғаларыңыз болса, тазыларыңыз туралы айтар ой пікірлеріңіз болса, мынау тазының құнын сұрап келіп бермей жіберген сәттер болса. Енді біздің қолымызда қазір айқас деген жарғағымыз бар, жасы 10-ға келіп қалған. Соған үлкен баға берді, енді мен өзіме үлкен баға болды сол уақытта. Өз айқастың бір өмір баян айтып кетейін, біздің ауылдың айналамызда бір алқылау, бір ағаю деген қаншық болған. Содан күшік сұрап біздер қол қалап, тек ой сода, тек содан алсақ жүйрік бір деп. Солай қалыптасады ғой. Айсұлтан деген ағамыз бар, содан күшік алып, соны барып күшігін алып, ағам арқылы. Содан ағам айтқан, осыдан бір 10-15 күн бұрын Асқат деген ағам бар. 10-15 күн бұрын бір жерден күшік алып едім, жарағы күшік.
бір жерге ұяға салып қойып едім, ана қаншық емізбей қайта жаңбыр күні шығарып тастап жатыр деп. Мен ладно бір ала қояйыншы, серік болып өседі ғой мынаған сірә ере алмайтын болар енді ол деп. Сол барып алып кеткенмін. Кейін өсе келе ол сол жаңа ғана үміттенген итімді менсінбеді қозғалып жүгірісте. Содан үлкен болды, өсті. Осы Астанаға келіп, басқа жерлерде жүлделі болып, топ жарып, жүйрік болды енді ол тазымыз. Сол жүгіріп не істеп жүргенде осы біздің Ақтөбе облысында Көшеров Марат деген ағамыз бар. Өзі саятшы, аңшы. Сол кісі сол итке айқасқа 1 миллион теңге сатасын ба деп қолқалап айтылды. Содан енді адам болған соң ойланасың ғой енді, берейін ба, 1 миллион теңге аз ба, көп па? Ол уақытта көп ақша, 1 миллион теңге деген. 2016-17 қазір ақшаның құны да кетіп бара жатыр ғой. Сол уақытта біраз ақша болды. Сол ойланып әрі-бері. Сосын бір ойға тоқталдым. Адам өмір сүргенде бұндай жүйрік адам қолына бір тап болады ғой. Сол осыны өзім қызығым үшін до конца жүгіртем деген мақсатым. Оны ан алғанда анды сатып пайда көрмейсің ғой ешқандай. Бірақ адам көңіл үшін жүгіреді ғой ит деген. Сондай историялар болған нелер. Сосын жаңағы соның қазір балдарына келіп тұрмын, 4 баласын. Олармен жұмыс істеп, как положено. Дұрыс жұмыс жерлерін дұрыстатып, сол ішінде бір жүйрік қаншығымыз болатын. Соны келіп тұрмын. Осыдан бір 2 апта бұрын соны не істеп осы жаққа дайындап отқанда артқы аяқтан ақсап қалды. Содан түсінбейміз, ақсап қалды деп. Ғабекең бәрімен сұрайын бәріне ақыл кеңес не істеуге болады деп. Анан жақ, мынан жақ, кетпеді. Сол құттайды есігі, кішкентай ғана аяғына кіріп кеткен. Соны бір қатты укол беріп, ісігін қайтарғаннан кейін аржана мешочек қалып қойды. Содан операция жасадып барып, кестіріп, үстінен бұтақ кіріп кеткен екен. Соны емдеп, әлпештеп, охотаға шыққан сайын бинтпен орап, баптап әкеліп тұрған жайымыз бар енді. Келді ғой жарысқа. Келді осы араға. Сонда сіздер бір түсінген бойынша мынау әдетте енді үй жануарларына өйтіп қатты көңіл бөле бермейміз ғой, бірақ қарап тұрсам сіздер мынау тазыға жаңа ота жасатты деп жатыр. Сіз болсаңыз бауырын тексертуге сараптама жүргізген екенсіз. Сонда кәдімгідей үлкен кәдімгідей қараймыз. Қазір уже баяғыдай таз емес, қазір тазылардың деңгейі өсті. Скорості өсті, скорості стау да өсті. Шырғамыз бар, бәсекелес жай бір әкеліп тазы ғой деп әкеле салатын қазір ондай жарыс жоқ. Қазір бәрі бап қарайды, витамин береді, уақытымен, режиммен. Ит болғанмен былай спортивный интереспен қарап тұрық қой, біз бәйгат құсатып. Енді өзіңіз былай біреудің итіне жаңа тазысына қызығып көрдіңіз ба? Жалпы баға ұсынып, зат ұсынып, немесе бір естелік ұсынып дегендей. Болды ала алмай кетіп едім дейтін. Ондай ала алмаймыз. Адам бәрі бір ниетіне, пейіліне байланысты шығар. Ақтөбе облысымызда бір жарғаққа қызыққанмын. Содан сатуға шығарған оны, жақсы бағаға. Содан сұрағанмын. Мен ала қойын деп. Сол жігіт енді мен аңшы екенімді біліп, итке дұрыс қарайтынымды біліп, мен саған сатпаймын деді. Арман деген сиыр жігіт бар, сол тегін берді бір қаншығын. Соны әкеліп тұрмын бүгін. Құпия болмаса қанша ұсындыңыз? Ол қаншыққа ма? Енді 200 мың теңге сұрады. Тамаша. Енді мынау жаңа тазының құнына байланысты әңгімелесіп жатырмыз, сатуға байланысты әңгіме айтып жатырмыз. Жалпы енді аға өзіңіз айтып өтсеңіз осы тұста бұны кәсіпке айналдырып, маркетинг жол ретінде қолданып, тазыдан пайда көру мақсатында жасауға бола ма негізі? Әлде бұл тазы киесі бар жануар деп есептесек, мейлінше адал ниетке берген дұрыс па? Жалпы енді жаңа тазыдан пайда көру деген ол миға сыймайтын нәрсе, болмайтын нәрсе жаңағы. Ол тазыны өзінің қызығың үшін асырайсың ғой. Жаңа күшігін 5-10 теңгеге сатасың, жаңа ол жаңа аннан қан алмастырып, ит алдыруға, сол иттің ақшасы өздеріне кетеді. Сондай нәрсе. Ол былай пайда емес, ол шығын, ит асырау деген. Одан ешқандай пайда жоқ. Тек қызығың үшін асырайсың. Жан рахаты, қызығы үшін. Тамаша. Енді құмарыңды қандыру үшін аңшылықта осы тазының арқасында қанша жігіттермен таныспын, көрмеген жерді топырағын басып отырмыз. Тазының арқасы ғой соның бәрі. Қанша жолдастарымыз бар міне. Шетелден әріптестер тауып отырық, дос таптық. Құрдас шетелден міне. Сондай әлеуметтік желі дамыды. Жігіттерінде ой берісіп кеңіді, бір-бірімен әйтеуір аға бауыр болып араласып жатқан жағдайлар бар. Енді аға мынау жаңа айтып жатырмыз, осы әңгіме басталмас бұрын аңшылықта, саятшылықта болған бір қызықтарды айтсақ деп. Өзіңіз байқауымша біраз түскен сияқтысыз, талай қызық бастан өткен сияқты, талай тәуекел болған секілді. Сол туралы бір қызық оқиғаларыңыз болса бөлісіп отырыңыз көрерменмен. Енді жалпы жаңа аңшылықтың ең бір әр нәрсенің өзінің пигі болады ғой жаңағы. Шыңы.
сол мен осы біздің тазымен аңшылықтың несі қасқырға шығу, қасқыр алу. Соны мен өзім бұрын былай енді негізде андай мотоциклмен машинамен аңшылық жасап алып жүрдік қой қасқырды, бірақ тазымен алмаған енді. Сол тазымен алу үшін сол арнайы қасқыр бар жерге барып сол жақта бір жеті жүріп далаға қонып. Мақсатты түрде бардыңыз ба соған? Мақсатты түрде бардым, қасымда інім бар. 4-5 тазымен бардық. Қару жарақсыз? Қару жоқ. Тазымен, атпен, құмның іші, мына Байғанин деген Ақтөбеден ары қарай. Құмдауыт өлке ғой. Құмдауыт, сол жаққа барып, бір мал ауылдан 3 атпен шықтық. Содан қасқырдың 8 қасқырдың ізін шығардық та ізге түстік. Қай мезгіл? Күз мезгілі. Осы қазан айын. Екі үлкен қасқыр арландаған шық, сосын 6 бөлтірігімен шоғырған 8 ізге түсіп. Бір күн түстік, күн батты. Күздің күн қысқа ғой. Содан қамыстың ішін дайындап сол жерге қондық. Алып шыққан жаңа жеңіл-желпі тамағымыз жеп, енді аңшыдан жеңіл алып шығады ғой. Иә, жолға. Содан ертеңіне тағы күн батты. Әлі түсіп келатыр. Күн батып келатыр. Жеткізбей келатыр ма? Жеткізбей келатыр біз. Содан ертеңіне күн батты, қону керек болды енді. Алып шыққан тамағымыз бітті жаңа. Содан енді бір ауыл тауы керек енді. Мақсатымыз қонып шығатын, тамақтанатын, өзімізді ашып, иттерімізді ашып деген сияқты ғой. Содан бір бүйтіп, жаймен құмның басына шығамын, тың-тыңдаймын, ана екеуін қалдырып кеттім, артымда бір 100 метр кейін жүріңдер мен, дауыс естейін, кешкі дауысы алыстан естіледі. Ит үрер, не үрер деп, жаймен арғы-қырдың басына шығып, бір алыстан талып, бір үн естілді, иттің жаңағы. Ана екеуін шақырып алып, осылай барайық енді, не болғанда алыста ит бар осы уақыттан шықты деп. Бір ауыл отыр ғой деп па? Келсек, бір құмнан бүйтіп шыға келдік. Алдымызда 10 шақты үй ауыл. Кезінде үлкен ауыл болған ғой. Тек 10 шақты үй қалған, әр жерде шашырап. Енді қасымдағы олар қай үйге түсеміз дейді маған. Қай үй қарсы алады енді. Танымайтын адам. Итті қонақ, жаңағы сиырсыз қонақ дейді ғой. Итпен барғанда ол кім қарсы ала қояды? Шұбырған. Содан мен айтамын, ремонты бар үйге түсіңдер. Ит асып беретін жағдайы болады сендер. Тамағымыз тою керек қой енді. 2 күн аш келе жатырық. Заводын қоршап, үйін ремонтын жасаған үйге түстік. Содан үйінде бір үлкен әйел бар екен. Жалғыз. Ағаң қой өздерінің жеке қойлары бар, соны уақыт кетті, қазір кетті. Жайласып отыра берінде шай қойып, содан ағамыз келді. Ағамыз келді, жаңағыдай қуанып жатыр да, осылай тазымен атпен жүріп қасқыр алатын жігіттер қалған екен ғой, мына заманда деп. Риза болып, қойын сойып, жаңағы бізді қарсы алып күтіп, сөйткен батасын берді. Сол ауылдан шығып, тастаған ізге түстік. 2 сағат жүрген жоқпыз. Қасқыр жаңағы неге келіп кірген екен. Тыран дейміз енді біз жақта. Құмның ішінде мынандай сайларда шоғырлан тал, кейде тал, жаңа қамыстар өседі, соған дөңгелек. Соған кірген із бар да, шыққан із жоқ, бір айналып шықтым. Айттым, екеуің, біреуің мына қырдың басына тұрмын, мен мияққа тұрамын, сен кір деп үшіншісіне кіргізді. Осы аттың үстінде тұрмын. Жаңа бір қасқыр жаймен ана су ағары болады ғой, сонымен жорғалап шығып барады. Иттер енді төменде көрмейді оны. Мен аттың үстінен көріп тұрмын. Содан жойқын деген тазым бар еді, соны шақырып. Желкесінен ұстадым да еңге көтердім да. Айтақтап бүйтіп бақыттап көрсетіп жүрдім ана қасқырды. Екі қол екі аяғынан ба? Ұмтылып жатыр бүйтіп, ұмтылып жатқан лақтырып жүрдім. Сол жүгірді. Қалған иттер артынан жүгірді. Ат шаппайды. Ана құм ғой. Тілерсектен кіріп құмды кешіп келеді. Жаңа қасымызда ініміз бар жаңағы. Соған айттым, жаяу жүгірсе не болғаны? Рациямыз ғой. Жаяу жүгір иттен соңынан бір уақытта 10 минуттан хабарлайды. Алып тұрады, келіңдер. Біздер де тек жапа тұрмай атты істеп, босатып, жаяу жүгіріп бардық. Қалап тұрған бөлтірігі. Бөлтіріп болған өсті ғой енді күзде. Күздің кезі ғой. Содан оны алып сол жерде тырнақ алдымыз ғой жаңағы тазымен алып жатқан. Оны алып қайтып келдік жаңағы жерге. Үйге ма? Жоқ, жаңағы қасқыр шыққан жерге.
соған кіріп қайттан соның ішіне әурелеп тағы бір күн шығады, тағы бір күн алып екі не қасқыр алып соны айтқанымыз бар. Ең бірінші мен қасқыр алған тырнақ алдым, соны айтып отқан не ғой. Бөлтірік па екеуі де? Екеуі де бөлтірік. Сол жерде өзім малға ауызданған есейген бөлтіріктер ғой, қара көзді. Жалпы андай қолда қару жоқ, мылтық жоқ қой былайша айтқанда енді. Құр қамшыменен, тазыменен тәуекел емес па? Бұл өмірдің өзіне тәуекел ғой бұл. Жоқ, қасқыр жалпы ол қасқыр бір тығырыққа тірелмесе жалпы адам баласына шаппайды ғой. Ол қасиеті сол. Қасиеті емес ол. Жалпы адамнан қай нәрседе қорқады ғой. Адамның айласы, адамның несі, мысы басады ғой. Не болғанда да қашып құтылуды ойлайды ғой. Сондай ол адамға шаппайды қасқыр. Жаңағы тығырыққа тіреліп жараланып сөйтпесе. Қасқырдан басқа қандай нелеріңіз бар жаңа? Трофей дейміз ғой. Қасқырдан басқа мына Ақтөбе облысында қандай аң бар? Соның бәрін алып жүрсіздер. Тамаша. Енді мынау Қырғызстаннан келген қонаққа сөз кезегін ұсынайық. Нұрбек мырза, жалпы енді өзіңіз де саятшылықпен айналысып келе жатқан өкілсіз, Алатаудың арғы бетінен келіп тұрған ағайын бауыр. Жалпы өзіңізде қандай естелік бар? Осы тазға қатысты, аңшылыққа қатысты, саятшылыққа қатысты айтып отырыңыз, бөлісе отырыңыз. Мүмкін қазақтың жеріне келіп ала алмай кеткен тазыңыз бар шығар. Тайган дейді бұлар. Иә, тайганы ала алмай кеткен кезіңіз болған шығар. Немесе қазақтарға берген кезіңіз болды ма? Сол туралы айтып отырыңыз енді. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ошо мен атым Нұрбек болот. Кыргызстандан келип отурабыз. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Жакшы уюштуруп атасыңар. Мындай бир аңгеме айтып кетейин. Мен өзүм Нарындан болом, Нарын деген жергеден. Бизде дагы аңчылык казак менен кыргыздыкы бирдей эле экен да. Азыр угуп отурсам, бизде да бүркүт кармайт, тазы салат, тайган салат. Анан бир аңгеме айтып кетейин. Бүркүт менен тазыны салып атат да. Анан мындай айтканда опыт жок салып койгондо тазыны салып ийет, бүркүт башка бирөөнүкү. Анан эмеге, түлкүгө. Ама түлкүнү каалап келатканда бүркүттү коюп ийет. Анан барып бүркүт түлкүнү албай, тазыны алып алат да. Ошон үчүн ушундай окуялар болот бизде да. Кийин болгон экен. Болот. Жалпы енді өзіңіз болды ма мынау қазақ даласына келіп тазыға қызығып алғыңыз келген сұраған тазыларыңыз? Жалпы қазақтардан таза алып көрдіңіз бе осы күнге дейін? Жоқ, таза алып көрген жоқпын. Қызығам бирок, жүрүп келет қой тазылар. Бирок алған жоқпын. Енді мынау бүгінгі жарысқа алыстан арнайы Алатаудан ар жағынан ат терлетіп келдіңіз. Осы тұрған жігіттердің қайсысының тазысына көзіңіз түсті? Жалпы қандай тазыға қызықтыңыз осы көріп жүріп? Бәлкім қолға салып көрерсіз. Бияқ жігіттің тазысы жақты, жарғақ тазы екен. Көрдім, адеми, физикасы да жақсы екен. Өзі айтып беріп атат, кийик алат екен. Ошо жарғақ тазыға қызығып қалдым. Дархан мырза енді қонақ келіп отыр жарғақ тазыға. Не дейсіз? Бұйырса, қызығып жатыр екен. Бұйырса, несі бар, күшікті береміз. Бұйырса, номер алып, телефон алысып, сөйлесіп тұрамыз ғой. Ешқандай қиыншылық жоқ, ондайға тарланбаймыз біздер. Наоборот, қуанамыз стайтын адамға, стайтын дамытам, жүгіртем деген адамға қуанамыз. Тіпті Алатаудың арғы бетіне дейін жарғақ тазымен жетіп жатса қандай керемет. Керемет ондай. Жақсы. Мен мынау бір қандай әдемі жиын болып жатыр, осылай алыс беріс ағайындықтың қанша адам танысып жатыр себеппен. Себеп болып жатыр. Енді мынау біздің жас қатысушыларымыздың бірі Батыс Қазақстан облысынан бүгінгі күні қай қатысушыдан сұрасақ та фаворит деп алдын ала қауіптеніп отқан спортшы деп айтайық. Нұржан, енді өзің осы күні кеше елдің намысын қорғап ат жарыстан келіп отырсың. Одан аяқтан тазыға келдің, жалпы қалай? Пікіріңді айта бер, тыңдаймыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қош келдік Көкшенің төріне. Өмірімде алғаш рет Көкшетауға келіп тұрған себебім бар. Осы ұйымдастырушы, мыңнан бір жүйрік дала сынағына шақырушы, ұйымдастырған әрбір азаматтарға Алла разы болсын. Қазағымыздың асыл қазынасы, тазысы дәріптеп осындай әлемдік деңгейде көрсетуге ат салысып жатқанға мен де өзім қуаныштымын. Ал өзімді таныстыра кететін жағдай болғанда Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Аққұдық ауылынан боламын. Есімім Нұржан. Тазыны бала кезден әкеден мирас болып қалған, әкеме нағашысынан қалған дегендей сол дәріппен келе жатқан жайымыз бар. Жанұямда менен басқа аға бауырларым бар ғой, бірақ жалғыз мен қызықтым, білмеймін неге екенін. Бір жан дүниемде, ішкі құбылысымда, бір рухымда, бір сондай бір қызу қанды, бір ысылықты, жаңағы аңшылықты, бір дәріпті іздеп тұратынмын. Әр салаға басымды сұғып көрсем де, осы тазының, жылқының айналасынан
алшақ кете алмадым. Иә. Осы енді жарысқа мені шақырып, жаңағы басты үміткерлердің бірі деп отқанға енді өте қуаныштымын онда. Енді біраздан бері тазы жүгіртіп жатырық. Енді бұл атаққа жету үшін де тазың жүгіру керек. Ең біріншіден. Қазақ еліне осы тазы ұстайтын жігіттердің танылу үшін мен де енді бір жас болсам да қызығамын. Мен бастап қызығып осындай бір деңгейге өту үшін Ғабит ағам, Сейітжан Ғабит ағам, Аманат Тоқабаев, Астана қаласы, және де Қарағанды облысы Мерей Қазанғап бауырым. Сол кездегі басты фавориттердің бірлері болды. Мен ол кісілерге қарадым да, мен неге олай бола алмаймын. Иә. Олар да адам, олар да жұмыстанды, мен де жұмыстанам, мен де ізденемін, осы деңгейге мен де жете аламын дедім. Солардан қарап, сұрап, ізденіп, Ғабит ағамнан да таза алдым сол кезде. Иә. Студент кезімде оқып жүрсем де шәкіртақыма алған кездерім болды. Тазыны? Тазыны. Тазыны. Соңғы ақшама таза алғам десең? Иә, соңғы ақшама да таза алғам деуге де болады. Шәкіртақыдан да айырылғым келмейді, тазы да алғым келеді, оқу керек те, саятшылыққа да шығу үргілі өрік болды бәріне де. Бәрін бірге алып жүру өрік болды. Енді ең үлкен жеңісіңізді айтып кетіңізші, есте қалған бір. Иә. Сонымен қорытындылап жіберейік. Ең үлкен жеңіс дегенде тазы айналасында жүргесін, тазыны қазақтың тазысы екен деп таныту үшін әлемге соған жұмыстанды қазақ елі. Мына еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемел үшін алғысымды білдіремін. Осындай тазыны қолға алып, әлемдік деңгейде тазы қазақтық екенін деп бекітіп, жаңағы әлемге көрсететіндей соған жұмыстанғанда, әр қазақ елінің облыстарынан жүйрік, әрі мықты, қаны ескі деп таңдалған тазылардың ішіне мен де тазыларым түсті. Ең басты жеңіс сол ғой. Шақырту алды. Ол кісілер менің тазыларымды қыс айларында шақырып, облысқа жеткізіп, бүкіл денсаулығын зерттеді. Қанын алып, тырнағын сараптама жүргізді. Ол материалдардың бәрін жинап, Женева қаласына жіберіп, олар зерттеп, одан ол жаңағы эксперттерді дейді ғой, енді орысша айтқанда, шақыртып, Астананың төріне, сосын қалған жаңағы жақсы тазыларды жинап, көрсетіп, алдарыңызға өткізіп, тазы деген осындай болады, осындай неде деп өткізген жайы бар. Сонда өзімнің тазымды апардым, бір тазымды. Енді Алталашқа әйгілі десем артық етпейтін шығар. Арзу деген тазымды әкелдім. Қаншық, ол кезде 6 жаста болар. Апардым. Сол көрме болды ол кезде. Барлық облыс тазылардан қатыстық. Сонда жүлделі 2-ші орынды алып, батысқа абыроймен қайтқан жайым бар. Ой, тамаша, бәрекелді. Ал құрметті көрермен, біздің көшпелі студиямыздың кезекті меймандары келді. Жаңа ғана осы жерде ой пікірін бөліскен қатысушыларға алғыс білдіріп, жаңа қатысушыларды ортаға шақырдық. Міне енді Қарағанды облысы Шет ауданынан келіп, осы көшпелі студияның шетінде отырған Қанағат мырза. Қош келдіңіз. Жаңа енді өздеріңіз әріптестеріңіз аңшылыққа қатысты ой пікірлерін білдірді. Енді өзіңіз де талай майданды көрген азаматсыз ғой. Бір-екі ауыз пікіріңізді білдіре отырыңыз. Қандай қызықтар бар көрерменге айтатын? Енді елге қызық болса, неше түрлі қызық бар ғой. Айта беріңіз. Аңшылықты жүргеннен кейін. Енді қазір айтып жатыр, жаңа Ғабит ағамыз айтып жатыр. Қазір түлкі қойын алатындар көп қой. Қасқыр соғатындар азайып кетті. Сол кішігірім бала кезімізде көргендерімізді айтайық. Сол тізімде барсыз ба соққандардың ішінде? Жоқ, соққан жоқпыз. Әкеміздің соңымыздан еріп жүрдік. Біз есейген кезде қасқыр қалмады ғой қорыққаннан. Содан енді көп жағдай, ол кезде қасқыр көп. 2000 жылда жағдай халықтың мүшкіл ғой. Екінің бірінен оқ сатып алып қолынан келмейді. Оқты жаңағындай қолдан соғады. Жоқ, әкеміз баяғыдан кейіннен оқысуға қойын алған адам емес. Тек қана өмір бақи қасқыр соққан кісі. Тек қана аңның қасқырына түлкісіне ғана шыққан кісі ғой. Содан бір күні қызықтап, үйдің артында бір жай ғана қыр бар. Соған өзімізше күлеміз, бізде постоянно осы жерге қасқыр келіп көріп отырды деп. Сөйтіп екі досыммен қызықтап шауып келе жатсақ, тай мініп келеміз. Шығып келіп қырдың астына шықсақ, екі қасқыр кәдімгі бізді көрермен сияқты болып қарап отыр ғой. Баламыз сынады, бала әкемізден қорықпай, датабаның ақылдылығы да. Екі қасқыр кәдімгі екі құлағы көтеріп, екеуі бізді қарап отыр. Содан таймен қуамыз анан қиқулап. Енді қасқыр енді само собой жаңа айтып отыр ғой жігіттер, ол табиғатына Алла тағала оның жадына беріп қойғанда адамнан қорық деп.
ол қорқып қашып кетті. Соны бапандаймыз баяғы, барып қасқыр соғамыз, ауылдан бүкіл баланы жинап алғанбыз. Сөйтсем до того жана қасқырдың ақылдылығы ауылдың жиналған балалардың өзін керек қылмай қайтадан жерге қайтып келген ғой. Сондай бір естеліктер болған қасқырдың. Ол адамды тану біледі. Ол сенің жасыңды, мүмкіндігіңді біледі да қасқыр. Мынау үлкендер айтады, қасқырды қасқырдай соғады, жігіт соғады дейді да. Біз бертінен енді ересек жігіт болып қалған кезде біздің жақта бір өте ақылды бір екі қасқыр болды. Елдің бәрі енді қасқырдың табиғаты жаныңда биік тау болса, оның өзі Алла тағала жадына берген өзінің қасиеті биік қуатты ол. Сен оны төтеп беріп, жаңағыдай аңмен, снеходпен қусаң, ол тауға қашады. Ал ол тауға қашпайды, именно қарағанға ит құсап тығылып қалатын қасқыр болған. Содан сол жылы менен жылқыдан 7-8 жаңа не жеді. Жылқы жеді. Содан уже атам айтатын, бөріге тиіспе балам деп. Оған киесі бар, тиіспеңдер оған деп. Соны айтам, ата уже вариант жоқ, жылқыдан жылқы қоймадым, бірдеңке қалай екен деп. Сөйтіп бір күн таңмен келе жатсам, иттер ермей қалды, әлде ұмытып кеттім бе? Тура жаңа қасқырдың ізіне барып түсем ғой. Тура үйден бір қырса бір 3-4 километр. Қолыңызда қару бар. Дым жоқ. Жаман жорғат мініп алғам есе. Жылқыны жаңа түгелдеп келейін, тағы тиіспей ма деп. Сөйтсек, сол күні бір тайды екі қасқыр тойып жеп қойған ғой, бір тайды. Сонда тұяқтары мен бастың несі ғана жатыр. Сол екі қасқыр. Енді қызық мұндайда, мынандай домалақ қана қараған, осы күйгіз үйден сәл ғана үлкен шығар. Қасқыр барып көрем, отырған ізін көрем қасқырдың. Ізіне түсем, жаңа қарағаннан шықпайды, мен тығылыспақ ойнайды ғой жаңа қасқыр. Ананың ақылдылығы да менің қолымнан келмей жатқан мүмкіндікті біледі да, сенің қолынан дым келмейтін. Ей деп айғайлайсың, ана сенің артынан айналып жүреді. Содан енді Құдайға шүкір қазір дамыған ғой, жан-жақта ағайларға звондап, енді жаңа біз екі өзеннің ортасы жаңағы жер. Жан-жағынан біраз 5-6 километр жерден снеходтармен қоршап тұр жаңа қасқырды. Соны айтам, мен не істеймін, сен қуып шық десем, менен шықпайды, анау кәдімгідей бір жерге тығылып жүрген шыққан сияқты. Сол кезде снеход келіп тақалып қалады. Снеходтың жаңағы айырсына, снеходтың дауысын естігенде атақ келіп арланды қашады қасқырдың. Сол кезде бір мынандай бізде жазық бар, ана жүгірген тышқан көрінеді. Жаңа қасқыр ақылды болса, жаңа тауға қашу керек қой, или талмен қашу керек. Ана жарықтықтың қасиеттілігі қасқырдың. Ана өзінің құртқасы бар ғой. Сол құртқасын қалдырып, аман алып қалып, жалғыз өз жарықтық мен мұндалап жазыққа салады ғой. Ана жерде енді бізде бір сабырсыз бұл. Айна айтып отырмын, қоя тұрыңдар, жаңа құртқасы бар, мынаны да атып алайық, мынау ертең маза бермейді деп мен шырылдап отырмын. Бәрінің бәрі айғай-шу ана қасқырды алып, бүкіл снеход, аты бар, бәрі кетті арлан. Бір 2 километр барды атып тастады. Бәрі кетті, мен жаман жорғамен тырпын етіп артынан кетіп барам. Енді қарасам, жаңа қасқыр қырға шығып, сен мені көрдің ба деп жаңа қаншығы. Құртқасы. Соның ақылдылығы, құртқасын аман қалдырып, жотаға шығып сөйтіп құтылып кеткен қаншығы бар. Сонда мен айтам, ананың сонда IT қандай керемет болып тұр деймін, ананың расчет. Мысалы біз енді қабан дейді ғой, қабан көп алғанбыз. Ты свиня деп не үшін айтқан? Ты свиня дегеннен кейін оның аталығы бар ғой. Ол никогда өзін құрбандыққа шалып, ұрпағын сақтамайды ол. Ол бетет. Ол енді оның тұрғылықты жері қамыс қой. Қамысқа жаңағындай жинап алады екен. Жаңа бүкіл өзі күшіктерін, ұрғашысын, анасы бар, табырын. Қамыстан атып шығады да, аналар енді мақұлық қой артынан еріп шығады оны, полководец дегендей. Аналар шығарып жібереді де өз артқа кіріп кетеді. Көрші, пушечное мясо деп ше. Жаудың несіне қалдырады ол. Вот содан оказывается, анау орыс ағайындар, енді орыс ағайындар қосып жүрміз ғой, оказывается деп. Ты свиня деп содан кейін айтқан екен. Көрдіңіз ба? Ол сол өз сатқындық, көрдіңіз ба? Енді ол өзі тарих өзінің несін, бет-бейнесін көрсетеді ғой, көрдіңіз ба? Аңшылықта қызық көп. Енді қасқыр деген ол өте енді аңның пигі ғой. Біз қасқырдың мынау столбы бар ғой, тоқтың столбысы. Тоқтың столбысына былай екі аяғын салып тығылып тұрғанын көргенбіз. Енді оған енді айтсаң фантастика. Міне осындай әңгімені айтамыз, кейінгі современный жастар бар ғой. Ондай оны көрмеген. Соны айтсаң, мына фантазер екен дейді. Өтірік айтып отыр деп ойлайды. Мына өтірік айтып отыр екен дейді. Міне Құдай куә. Өзіміздің қатар жігіттер кейіннен соларды көрсеткеннен кейін өздері кешірім сұрағаны бар. Ағаттық кетіпті, шын енді біз көрмеппіз, ренжіме деп ше. Ал қасқырдың айлакелдігіне ол анау-мынау жігіттің айлакесі жетпейді оған. Ол өте жаңа жігіттер айтып отыр ғой. Қазір қасқыр жоқ, шын. Қазір қасқырға қатты айлакері жоқ.
мал жеген жерін көрсең, мысалы жыртқан бір тай жеп қойды ма мысалы тақты, ол табиғаты сондай, ол жерден қашпайды, ол сол қуып тастаса ол қашпайды. Ол соны пока до конца сүйегі мұжымай сол маңайда жүреді. Есті аңшылар барады да, мысалы жаңа қырға барды ма, мысалы аңның әдісі қасқырдың, сол қырын примерно кеңінен кесіп алады, шыққан қасқырдың ізі жоқ. Болды. Үркітіп аласында сол ізімен қуасын отырсын, сейхот немене, қасқырың 60-50 олатын болса, 100 олады. Осыны есін тандырып бар баласын қасқырды. Ал енді мынау Елдос мырза, сөз кезегін өзіңізге сұнғым келіп отыр. Соңғы кезде мынау аңшылық дәстүрге қатысты жалпы елдің ішінде екі түрлі екіұдай пікір бар. Мынау енді сіздердің айналысып жатқандарыңыз бұл жалпы адамгершілікке де жат емес. Кезінде үркітіп атқан аңның обалы жоқ деген ғой қазақта. Аңды бір үркітіп барып мүмкіндік беріп қашуға, алсаң қашсаң сенікі, алсаң менікі деп сөйтіп обал сауабын ойлап істеген. Қазір енді өзіңіз білесіз, соңғы заманда мынау техниканың дамуыменен, қару-жарақтың дамуыменен тіпті кейбір аңның обал сауабын білмей, буазаңдатпаған қазақтың дәстүрінде. Сондай жағдайлар қазір жойылып бара жатқан секілді. Жалпы осыған қатысты ой пікіріңіз, мынау қасқырды тобырымен, үйірімен қырып салу, кейбір аңдардың обал сауабына қалып жатқан жағдайлар бар. Соған қатысты айтар ой қосар пікіріңіз болса, және оны осы бүгінгідей сайыстар қалай жөнге салар еді, дәстүрге салар еді деген сұрақ қойғымыз келеді. Енді ассалаумағалейкум, құрметті достар, енді бір үлкен жақсы бір жобада кездесіп отырмыз. Біраздан бері көрмеген жігіттерді көріп, бір кешеден бері мейман болып жатырмыз. Енді сұрағында бір жөні бар, енді қазір беймезгіл аңшылықтар көбейіп кетті. Уақытымен жаңағы аңшылық маусымы ашылмай шығатын кездер бар, енді жастарымыз бар, енді қазір жаңа өзің айтып отқан мотоцикл дейді. Қазір жастардың бәрі 5 оқыған баладан бастап қазір мотоциклмен сабақтан келіп жатыр, жазғы каникулдар жаңа түні бойы тоқтамайды. Ол жағынан енді ақыл кеңестерімізді барған жерлерде айтып жүреміз. Ол жаңағы ол енді баршылық, енді ол бір кем дүниеміз болып тұр ғой. Жаңағы осындай саясшылық үлкен жарыстарымыз негізі болған дұрыс, дәріптегеніміз дұрыс болады. Жүрген жерімізде үлкендігімізді көрсетіп, ақылымызды айтып отырған дұрыс болады. Сол үшін жаңағындай осы ұйымдасып жатқан жігіттерге мына алғысымызды айтамыз. Үлкен жақсы бір сұхбат болды бүкіл жігіттерге. Енді аға, өзіңіз де осындай бір көріп жүрген шығарсыз, жаныңызда жігіттерге көрген жерде осындай жағдайды айтып тұрасыз ба? Жалпы аңның да киесі бар дегендей, қасқырдың да киесі бар деп айтады. Сондай жағдайларда. Осыған қатысты пікірлеріңізді білгіміз келеді. Жалпы бәріңіз де айтсаңыз да болады. Жалпы түнгі аңшылық дегенді мүлдем қою керек. Жаңағы Елдос бауырымыз айтқандай, көбінесе қазір мотоциклмен шығады, фармен шығады қазір. Жалпы аңшылық қазір заманауи аңшылық деп айтып жатырмыз ғой. Бәріміз де қазір енді қалада тұрғаннан кейін бәріміз де жаңағындай астымызда атымыз жоқ. Андай дом үйде тұрғаннан кейін, этаж үйде тұрғаннан кейін ат ұстай алмаймыз. Жер үйде әйтеуір тазыларымыз ұстап, түнгі аңшылықты жастарға да айтатынымыз, барған жерде де айтамыз. Олай жасамаңыздар. Жаңағыдай Елдос та бәрін айтып кетті ғой, жаңа. Аңды уақыты келмей, мезгілсіз аңшылық жасап жатыр деп жатыр. Сондай жастарға айтатынымыз, әр нәрсе өз уақытымен ғой. Сол. Қанған қонақтар, осыған қатысты бір пікірлеріңізді білдіріп кетсеңіздер. Жалпы мынау қанша көрермен күтіп отырады, түрлі мынау YouTube платформаларда да көреміз. Аңды мынау алыс үлкен калибрлы мылтықтармен атып алып жатады, қумай атып алып жатады. Осыған қатысты. Аңға шығу өзі әр заттың өз мәдениеті болады. Аңға шықтың ба, мысалы қарапайым, мысалы қоянға шықтың ба, оны таптап, жаңағы оны 10 шақты адам болып табалап, жаңағыдай таптап отырсаң да ол да дұрыс емес аңды. Ол өзі жаңа дұрыс қой. Аңды көтеріп ату керек дейді. Ұйықтап атқан аңды атпайды дейді. Сен оны көтерді, онымен әділ сайыста қашырып барып атты. Сен қашырда оны қу артынан. Жете алмадың ба? Мықты екенсің де қайт де. Бізде шыны оны білмейді ғой. Жас балалар. Ақыры соны ыңғазумен болады. Иә, айтамын, ол жүйріктігіне бола кетті. Сен оны енді мүмкіндік берсейші оған. Өйткені бәрі ет пен сүйектен жарылған дүние ғой. Ол сені табалап қуа бересің, ол сама собой құлайды ғой. Сондықтан оны үйде отырған әке балаға, біз сияқты ағалар інілерге. Просто біздің ең бір өзекті проблемамыз сол, ағаларымыз әңгімен айтып отырамыз, өзіміз де солармен бірге фарт етіп жүреміз. Сол заман просто шыны керек. Соны біз осыдан өзімізден бастауымыз керек та.
соны біз айтып насихаттасақ, мына аңға шығу мәдениеті былай деп осындай YouTube арналарында ақпаратта ережесі мынандай десе, өйткені сондай ақпарат жетпей жатыр бізге. Бізде аң алудың мақсаты әйтеуір шыны керек енді, ол сөзде ұяттық жоқ қой. Кайфовать етсек болды дейді да, ол кайф анан ату дейді да. Оны обал сабауын түсіндірсек, атып алдың, әдемілеп етін түсіріп, тамағын же, іске жарат, әдемілеп мынандай тымақ жасат. Соның ережесін білсе, бітті. Жаңа айтып отыр ғой, мезгілсіз аңшылық дейді. Аңның өзі уақыты бар. Қара күз келгеннен кейін ол қалай атсаң олай ат. Ал, бірақ оның жаңа киесі бар ғой, жаз кезде обал болады. Үйрегі болсын, басқасы болсын. Сондықтан сол мәдениетті біз өзімізден бастап келешек ұрпаққа түсіндіріп берсек, болды. Елдос мырза, жаңа бір ой бастап жатыр едіңіз, түйіндеп жіберіңіз. Иә, түйіндеп жіберген келіп тұрған жаңа біз енді өз басымен мылтық атпаймын, мылтық ұстамаймын. Жаңағы сол бір ойым бар да, жаңа тазымен жаңа Қанағат бауырымыз айтқандай 50-50 ғой. Тазының жаңа дайындығын дұрыс болып, жүйріктігі болса, жаңа аласын, алмаса жаңа өз жүйріктігін көрсе, айласын көрсетіп кетеді. Құрметті қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Бұл енді шығарылымды жасаудағы мақсатымыз бірінші кезекте ол жаңағы тазы ұстайтын адамдардың оқиғасын осы халыққа насихаттайық, жас ұрпақ білсін, қызықсын, олар да осы нәрсені үйренсін деген ой болған. Екінші мәселе ол қазіргі аңшылық, заманауи аңшылықтың кем-кетік тұстары болса, соны дәстүрге қарай бейімдесек деп. Ертеңгі жарыс күнде сәттілік тілейміз. Бұйырса, бәріңіз де олжалық айтыңыздар. Жер шалғайынан келіп үміт артып келіп тұрғаннан кейін сіздерге де оңай емес. Ертеңгі енді сайыс барысында қызықтарды сізбен бірге тамашалай жатармыз. Құрметті көрермен, енді міне осымен біздің шағын студиялық бағдарламамыз аяқталды. Ертеңгі жарыс күнде қызықтарды біздің шығарылымымыздан тамашалаңыздар.